Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін шоколадты пирог жасайтын боламын. Оларға қажетті заттар: ұн, май, жұмыртқа, қоюлатылған шоколадный сгущенка, 20% қаймақ, шекер, жұмыртқа, разрыхитель. Електен өтілген ұнымызға сары майымызды қосамыз. Оған песогымызды саламыз. Разрыхителімізді саламыз. Енді барлығын араластырып крошка жасаймыз. Дайын болған тестімізді енді қолға жабыспайтындай етіп, өстіп тесті илеп аламыз. Осыны салапанға саламыз. Холодильникке 4 сағатқа қоя тұрамыз. Енді салмасын жасаймыз. Оған керек қаймақ саламыз. 150 грамм қаймақ саламыз. Оған песок саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай ванилин қосамыз. Енді сгущенкамызды саламыз. Осының барлығын былғайып салмасы дайын. Дайын болған тестімізді екіге бөліп, формамызға тегістеп жайып аламыз. Дайын болған формамызды тесіп аламыз. Енді осыған салмамызды құямыз. Дайын болған пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа пісіреміз. Дайын болған пирогымыз. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Соңына дейін қараңыздар.